есірткі мәселесі ушығып барады. Біз заң мен тәртіп, білім мен парасат үстемдік ететін қоғам құруымыз керек. Азаматтары, әсіресе жастары мәдениетті, жаңашыл әрі жасампаз ұлттың ұпайы түгел. Сондықтан біз өркениетті ел болуға кедергі жасайтын жағымсыз әдеттерден арылуымыз керек. Біз бүгінгі акцияға қатысу үстіндеміз. Шымкент жастары есірткіге қарсы. Барлық жастарды спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын ұстануға және де денсаулыққа зиянды нәрселерді пайдаланбауға шақырамыз. Бүгінгі акцияға қатысқанымызға біз өте қуаныштымыз. Шымкент қаласының жастары, спортшылары осындай іс-шаралардың барлығын қолдаймыз және де бүкіл тұрғындарды өздерінің денсаулығына зиянды нәрселермен айналыспауға, тұтынбауға, әсіресе есірткіні пайдаланбауға шақырамыз. Сіздерді салауатты өмір салтын ұстануға және де спортпен айналысуға шақырамын.